Бетіме көміртекті маска жасалды. Енді қараңыздар, жаңа мына жерде поралардың толып тұрған, бұның түгел поралардың ішіндегі кірлердің бәрі тазаланды. Енді тоникпен сүртіп шықтым. Мына гиалуронды тоникпен бет күшті болып қалды ғой. Мен көбіне тоникті осылай жаға саламын. Кейде ватный дискамен, бетім шаң болса, даладан келсем ватный дискамен сүртемін. Одан кейін көміртекті масканың қызметін айта кетейін деп едім, қыздар. Көміртекті маска өте күшті ғой. Беттегі поралардың бәрін тазартады ғой. Бетте пора болатын болса, міндетті түрде күштілеп тазартады ол деген. Және бетіңіз жылтырап қалады. Егер құрғақ тері болатын болса, аптасына 2 рет 10 минуттан жасайсыз. Егер майлы тері болатын болса, тіпті күшті майлы теріге 15-20 минут ұстасаңыздар болады. Одан кейін SPF кремді жағамын. Күшті маска. Масканы алып алсаңыздар, өкінбейсіздер, бағасы 13 000 теңге тұрады. Өзі 1-2 жылға пайдаланасыздар. Кейбір қыздар 3 жылға дейін пайдаланады. Несі керемет, күшті эффектісі. Ер адамдарға да 15-16 жастағы подростковый возрасттағы қыз жігіттерге де қолданса болады. Мен түнде қараңыздар, мына жерде бет шаршаңқы болып тұр. Балалар ерте садикке, мектепке жібергендіктен бет кішкене ұйқы қанбағандықтан шаршаңқы көрініп тұр. Ұйқыны 8 сағат қандырыңыздар. Осыдан кейін мен CC крем жағамын. Маскаға заказ беріңіздер, номер тұр. Астана қаласына тегін жеткізіп беремін. Басқа қалаларға да доставка бар. Беттеріңіз жарқырап, әдемі болып жүресіздер.